Баршаңызға сәлем, гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода үй гүлдеріне керемет тыңайтқыш жасаймыз. Үйде кәдімгі ас бөлмеде табылатын, барлық үйде болады деп ойлаймын. Қарапайым заттан жасалады. Гүлдерге өте пайдасы көп. Қандай пайдасы бар, қалай жасаймыз, қалай береміз, қандай гүлдер ұнатады. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Егер де қоңыраушаны қосып қойсаңыздар, менің көптеген дәл осындай пайдалы видеоларымды өткізбей көретін боласыздар. Және менің бір көрермендеріме өтінішім бар. Менің каналымды 70% көрермендер тіркелмей көреді екен. Қалай тіркелеміз деп те маған жазып жататын кісілер бар. Енді кей кісілер телефонның кнопкаларын түсінбейді, қай жерде не басу керек екенін түсінбейді. Менің каналыма кірген кезде, не болмаса осындай видеоларымды көруге кірген кезде, сол жерде, сол видеоның астында подписаться деген кнопка тұрады. Кәдімгі орысшалап подписаться деп жазылып тұрады. Сол кнопканы бассаңыз, менің каналыма тіркелесіз. Соның қасында қоңырауша тұрады. Қоңыраушаны бассаңыз, сізге 3 түрлі қоңырауша көрсетеді. Біреуі қараға боялған, біреуі мүлдем боялмаған, біреуі X болып өшірілген. Соның қараға боялған кнопкасын, қоңыраушасын бассаңыз, менің осындай видеоларым сіздерге телефонға ескерту болып барып тұратын болады. Сол кезде өткізбей көруге мүмкіндіктеріңіз болады. Ал енді біздің үй гүлдерге қарапайым көптеген тыңайтқыштар бар каналда. Қазіргі жасайын деп отырған тыңайтқышымыз бұл кәдімгі қарапайым айран. Айранның да гүлдерге өте пайдасы көп. Құрамында витаминдер, минералды, микроэлементтер өте көп болады. Мысал үшін қандай жаңағы пайдалы витаминдер бар екенін айта кетейін. Айранның құрамында фосфор болады, кальций болады және калий болады. Макроэлементтер өте көп болады және амин қышқылы болады. Амин қышқылы дегеніміз бұл гүлдерге өте пайдалы. Өсуіне, дамуына және ауырмай, жақсы стресстерге, ауруларға қарсы тұруына көмектеседі. Қандай гүл болмасын, осы амин қышқылының көмегімен өсуі жылдамдайды. Осы тыңайтқышты бергеннен кейін 2 аптадан кейін сіздің гүліңізде өзгеріс болады деген ойдамын. Айранның құрамында сүт қышқылының бактериялары болады. Бұл сүт қышқылының бактериялары топыраққа түскен кезде ол жерде азот бөлінеді және жаңағы амин қышқылы бөлінеді и топырақта кәдімгі қышқылдық пайда болады. Енді бұл тыңайтқышты сіз топыраққа жиі құя беретін болсаңыз, ол топырақта қышқылдық көбейіп кетуі мүмкін. Сол себептен айына 1 рет пайдалансаңыз жетеді. Ал енді бізде гүлдеріміздің арада кейбір гүлдер қышқылдықты өте қатты жақсы көреді. Мысалы, лимон қышқылдарын құйып, қышқылдықты жақсы көретін гүлдерді жақсы өсіруге болады. Сол секілді біздің осы айранның да құрамында қышқыл көп болғандықтан, қышқылды жақсы көретін, мысалы, герань гүлдері, гортензия гүлдері осы қышқылдықты өте қатты жақсы көреді екен. Дәл сондай қышқылдықты жақсы көретін гүлдердің аттарын, түрлерін біліп алып, соларға пайдалансаңыздар керемет тыңайтқыш. Азот дегеніміз ол кәдімгі топырақта бөлінетін оттегі сияқты. Оттегі ол тамырдың демалуына, дамуына және азот ол біздің жапырақтардың қанық жасыл болуына көмектеседі. Дәл осы тыңайтқышты пайдалансаңыздар, не болмаса 2 аптадан кейін гүлдеріңіздің жапырақтары қанық жасыл болып өзгереді. Егер де ол тыңайтқыш оған пайдалы болған болса. Ал енді біз бұл тыңайтқышты қалай жасаймыз? 20% кәдімгі айранды аламыз. Магазиннің айрандары болады ғой.
күнделікті балдарымыз алып ішіп жатады. Сол 20% айранның 100 грамм айранды алып қаласыз. Кәдімгі жылы суға жақсылап араластырасыз да осы гүлдерге топыраққа құйсаңыздар болады. Әрине, алдымен ылғалданған топыраққа құясыздар. Алдымен гүлдің топырағын ылғалдап аласыз, су құйып, одан кейін ғана осы тыңайтқыштарды пайдаланасыз. Себебі ылғалдамасаңыз сіздің гүліңіздің тамырына зақым келуі мүмкін. Сол себептен қандай тыңайтқыш берсеңіз де мақұл, ол үй жағдайында жасалған, ешқандай зиянсыз, кәдімгі өзіміздің ішіп жеп жүрген тағамдардан жасалса да, алдымен гүлдің топырағын ылғалдап алуымыз керек. Гүлдер көбінше осындай неше түрлі дәрумендер жетіспеген кезде өздері белгі береді. Жапырақтары сарғаяды, не болмаса әлсірейді, не болмаса өсу процесі тоқтайды. Өсу процесі тоқтайды, ол не өлмейді, не өспейді, бір қалыпты тұрып қалады. Не болмаса жаңағы жапырақтары торланады. Кәдімгідей жапырақтың астында өзі сызықтар болады. Сол сызықтар ғана жасылданады да, ортасындағы сеткалары кәдімгідей сарғайып, ала боп торланады. Мрамор деп айтады оны. Сөйтіп мраморланып бізге белгісін береді. Маған осындай жетіспей жатыр деп. Ал енді сондай гүлдерге осындай түрлі қолдан жасалған, не болмаса жаңағы химиялық тыңайтқыштарды берсеңіздер, жәймендеп өзінің қалпына келеді. Әсіресе осындай азотный, не болмаса біздің айранның ішінде көп, бәріңіз білетін шығарсыздар, темірдің де құрамы өте көп болады. Себебі дәрігерлер балаларымызға темір жетіспей ауырған кезде айран беріңіз, сүт бермеңіз, айран беріңіз деп айтып жатады. Айранның құрамында темір және жаңағы пайдалы қышқылдықтар өте көп болады. Ал енді сол қышқылдықтарда біздің гүлдеріміздің жасыл қанық болып, әдемі болып өсуіне көмектеседі екен. Жасап көріңіздер, пайдалы болса каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, менен комментариядан сұраңыздар, қуана-қуана жауап беретін боламын.